Құрметті талапкер, сіздерді Арыс қаласы нөмірі 17-ші колледж мемлекеттік тапсырыс негізінде тегін білім алып маман иесі атануға шақырады. Күндізгі оқыту нысанында негізгі орта білім негізінде 9-шы сыныптан кейін жұмысшы мамандықтар үшін 2 жыл 10 ай, жалпы орта білім негізінде 11-ші сыныптан кейін 10 ай. Оқу орны төмендегі мамандықтар бойынша білікті мамандар дайындайды. Колледжде оқытудың құзыреттілікке негізделген модульдік оқу бағдарламасының енгізілуіне байланысты бір мамандық бойынша бір оқу мерзімі ішінде бірнеше жұмысшы біліктіліктерін меңгереді. Нәтижесінде бір-екі біліктіліктерге куәлік және негізгі мамандық бойынша диплом беріледі. Атап көрсеткенде, локомотив машинисінің көмекшісі, сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау құрылғыларына қызмет көрсету және жөндеу электромонтері, аспазшы, тігінші, ағаш ұстазы және паркет жұмыстарының шебері, электр газы мен дәнекерлеуші біліктіліктері бойынша маман иесі атанады. Оқу орнына қабылданған студенттерге шәкіртақы 60 орындыққа жабдықталған тегін жатақхана, ыстық тамақ беріледі. Бірінші курсқа түскен барлық студенттерге қыркүйек айынан қаңтар айына дейін 26.144 теңге стипендия төленеді. Ал қаңтар айынан бастап бірінші жарты жылдық қорытындысы бойынша 4 пен 5 бағаларға оқыған барлық курс студенттеріне 26.144 теңге, тек 5 бағаға оқыған студенттерге 15%-ік үстемемен 29.412 теңге жоғары стипендия төленеді. Стипендия жазғы демалыс кезеңінде, яғни шілде-тамыз айларында да төленеді. Тұл жетім студенттерге 30% үстемемен ай сайын 32